Үй саламын, мен өте әдемі үй саламын. Өте маңызды жұмыс жасап жатырмыз. Сақ болыңдар. Алик, сәлем, не істеп жатырсың? Сәлем, мен үй салайын деп кірпіштерді тасып жатырмын. Мен ойнағың келе ме? Иә, бірақ бір трактормен қолымыздан келмейді. Қане, мен барып жүк көлігін алып келейін. Жарайды. Ал мен жұмысымды жалғастыра берейін. Руслан, қайдасың? Маған сенің көмегің керек. Келдім. Міне, мен жүк көлігімді алып келдім. Керемет. Ал, тастарды сал көлікке. Қане, машинаңды дайында. Дайындап жатырмын. О, қандай керемет. Міне нағыз көмек. Алик, қайда апарамын? Руслан, бөлменің арғы жағына апар. Үйді ана жерге саламыз. Жарайды. Ал енді бұлай істейік. Әркім өзінің үйін салсын. Келістік, керемет идея. Енді тек сатыны қою қалды. Міне, Руслан, қарашы, менің үйім қалай? Тамаша. Ал мынау менің үйім. Қане, қарайық. Руслан, сенің үйіңді салуға қанша ойын тасы кеткенін санайықшы. Мен өзім санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, төбесін санағанда 7. Руслан, сенің үйің 3 қабатты. Иә, енді сенің үйіңнің тастарын санайық. Қане? 1, 2, 3, 4 және 5. Менің үйім 2 қабатты. Қане, 5 әкел. Біз керемет үй салдық. Тамаша! Балалар, енді біз мына заттарды санайықтағыны оларды төмендегі цифр сандармен сәйкестендірек. Бірінші тұрған бізде гүл бір ғана зат. Келесі бізде кубиктар санасақ 1, 2, 3, 4. Келесі бізде үшбұрыштан санасақ 1, 2, 3. Және бізде келесі суретте алмалардың суреті. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4 алма, 5 алма. Және соңғы суретте бізде 2 ғана кружка тұр. Енді төмендегі сандарымыз санайық. 4 саны 3, 1, 2, 5. Енді осы заттарымыз бен сандарымызды сәйкестендірейік. Алдымен 1 санына сәйкес келетін жоғарыдағы заттардың қайсысы сәйкес келеді? Дұрыс айтасыздар. Гүл ғана сәйкес келеді. Яғни 1 санына 1 ғана гүл. Ал келесі 1-ден кейін бізге орналасатын санымыз 1-ден кейін 2 деген сан. Ал 2 санына сәйкес келетін санды қай зат 2 санына сәйкес келіп тұр? Сіздер де көмектесіңіздер. Ойланып бірге жауап берейікші. Дұрыс айтасыздар. 2 санына бізге 2 кружка сәйкес келеді. Келесі 2 санынан кейін бізде 3 деген сан орналасады. Ал 3 санына жоғарыдағы суреттердің қайсысы қалды? Дұрыс айтасыздар. Үшбұрыш барлық саны 3 ғана. Келесі
үштен кейін бізде орналасатын сан 4. 4 санына қай сан сәйкес келеді? Қай фигура? Бізде қалды кубтар және алмалар қалды. Дұрыс айтасыздар, 4 санына 4 кубигіміз сәйкес келеді. Ал енді қалғаны бізде 5 саны, яғни 5 санына сәйкес келетін 5 алма. Дұрыс айтасыздар. Сіздер берілген заттар мен сандарды дұрыс сәйкестіренде алдыңыздар. Олай болса, бүгін біз сіздермен сандарды берілген заттардың санына қарай сәйкестендірдік. Келесі кездескенше. Руслан, қарашы, менде не бар? Сандар жазылған карточкалар? Сонымен. Қара. Мен ойыншықтарды топқа бөлдім. Көрдің бе? Енді екеуміз ойыншықтарды таңдап, санап, карточкалардағы сандар бойынша реттейміз. Жарайды. Онда мен бірінші. Ал баста. Ал мен мына төбешікті таңдаймын. Мына жерде 4-теу. 4 қайда, 4 қайда? Міне 4 саны. Енді мен, ал мына жерде 3. Мына жерге 3 санын қоямыз. Тамаша. Мен мына төбешікті таңдаймын. Ия, мұны үйінді деуге келсе, жарайды. Бір заттан тұратын топша дейік. Құтылып кеттің, я? Мына жерге 1 санын қоямыз. Ал мен әрі қарай кеттім. Санаймын. Мына жерде 5 зат бар. Я, Руслан? Ялик, 5-сеу. Демек, 5 саны жазылған карточка қалды. Оны мына жерге жапсырамыз. Керемет! Менің қарным ашты. Мүмкін бір нәрсе жеп аламыз. Я, Руслан, қуана. Сосын келіп ойынды жалғастырамыз. Достар, сендер де біз секілді ойнаңдар. Ойыншықтарыңды топтарға бөліп, санап, оларды реті бойынша жазыңдар. Оның үстіне қанша ойыншықтарың бар екенін білесіңдер. Сосын бізге жазыңдар. Сау болыңдар!